Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Мен Жанысбекова Гүлжазира Жанысбекқызы, Шу қаласы Тұрарсу атындағы орта мектебінің қазақ тілі әдебиет пәнінің мұғалімі. Бүгінгі таңда қазақ тілі сабағында оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыру тақырыбында өзімнің іс тәжірибеммен бөліспекпін. Яғни қазіргі таңда білім беру жүйесінде білім алушылардың функционалдық сауаттылығын арттыру негізгі процесс болып табылып отыр. Өйткені оқушылар мектепте негізгі деңгейде және қорытынды мектеп кезеңінде өздерінің алған білімдерін өмірде қолдана алу. Яғни функционалдық сауаттылық дегеніміз өзінің алған білімдерін өмірде, күнделікті өмірде, тұрмыстық жағдайда және экономикалық жағдайда түрлі салаларда қолдана білуге болып табылады. Сонымен функционалдық сауаттылық ол қазақ тілі сабағында қалай қалыптасады? Бұл оқушылардың тілдік дағдыларын, сыни ойлау қабілетін және практикалық өмірде тапсырмалар беру арқылы маңызды процестердің бірі болып табылады. Бұл үшін келесідей әдіс тәсілдерді пайдаланамыз. Ол үшін шынайы өмірден алынған тапсырмалар, шығармашылық тапсырмалар, тілдік ойындар, ақпараттық технологиялар арқылы олардың сыни ойлау, тілдік қабілеттерін дамыту табылады. Енді тапсырманың оқушыларды қазақ тілі сабағында тапсырмалар беруде, осы функционалдық сауаттылықты қалыптастыруда оқу мақсаттарының сәйкестігі, одан кейін оқушылардың жас жеке ерекшеліктерінің сәйкестігі, тілдік дағдыларды дамытуға бағытталған тапсырмалар және сонымен қатар пәнаралық интеграция іске асып отырады. Енді оқу бағдарламаларындағы оқу мақсаттары негізінде біз қазақ тілі мен әдебиет сабағында коммуникативтік дағдылар берілген, сол оқылым, тыңдалым, жазылым, айтылым дағдыларын қалыптастырамыз. Бұл тілдік дағдыларды біз сабақ беру процесінде міндетті түрде өн бойында іске асырып отырамыз. Сондықтан да мен өз тәжірибеммен бөлісуде 8-ші сыныптағы биологиялық тақырыбын алдық. Бұнда оқу мақсаты берілген, оқу мақсаттарында оқылым, тыңдалым, жазылым, айтылым тапсырмаларын орындаудағы түрлі әдіс тәсілдерді арқылы іске асатындығын, сол арқылы оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамытуға болатындығын айтып өтпекпін. Яғни оқылым дағдысын қалыптастыруда бұнда туған жер деген мәтін беріледі. Туған жер деген мәтінде жалпы осы мәтінді оқылым тапсырмасында осы мәтіннен нақты ақпаратты сканерлеу әдісі арқылы табу өте тиімді әдіс тәсіл. Яғни оқушы берілген мәтіндегі білім алушылар Арал теңізінің бұрын қандай болғанына болжам жасай отырып, білім алушы ең басты маңызды жайттарды айқындау, соны осы әдіс арқылы біледі. Және бұл жерде дискрипті, яғни негізгі ақпаратты іріктей алады. Сканерлеу әдіс арқылы оқушыларды 3 топқа бөліп, осы 3 топқа оқылымға берілген тапсырмалар жеке-жеке беріледі. Яғни 1-ші топқа, 2-ші топқа, 3-ші топқа берілген тапсырмалар арқылы оқушылар бұл жерде ақпаратты тауып айқындайды. Енді бізде айтылым дағдысы қалыптастыру кезінде бұл жердегі мәтінде фила әдісін қолданамыз. Бұл әдісте мәтінде берілген деректерді анықтайды. Сол деректер негізінде пікір алысып, негізгі сұрақтар дайындау арқылы іс-әрекетке осы жұмыстарды іске асырады. Мына жерде оқушылардың жұмысы көрініп тұр. Енді бізде міндетті түрде тыңдалымға тапсырмалар беріледі. Бұл тыңдалым тапсырмаларында оқулықта арнайы берілген аудио материалдар бар. Бұл аудио материалдарды жаңағы берілген мәтіндерді біз міндетті түрде тыңдатамыз. Міне осы тыңдау арқылы білім алушылар өз көзқарастарымен бөлісіп пікірлерін білдіреді. Бұл жерде туннель әдісі қолданылады. Туннель әдісі арқылы түсіну сұрақтарын бере отырып, бір-бірлеріне рефлексия, яғни
тыңдалған материал бойынша өз ойларын жазу топпен талқыланып, одан оқушылар қорытынды шығарады. Енді тыңдалымдағы берілген арал тағдыр, адам тағдыры бұл кітапта берілген тапсырмалардағы проблемалық сұрақтар қоя отырып, осы сұрақтарға білім алушылар ғылыми деректерді тауып, біліп, сол ғылыми деректерге мысалдар келтіре отырып, сұрақтарға жауап береді. Жазылым тапсырмасында, яғни жазылым дағдысын қалыптастыруда біз 4-ші тапсырма кітаптағы оқулықтағы беріледі. Бұл 4-ші тапсырмада ауызсудың тапшылығы бізде қаншалықты алаңдатады деген проблемалық сұрақтарды қоя отырып, бұл жерде білім алушылар тақырыптың жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай тілдік құралдарды орынды қолданып, шағын мақала құрастырып жазып шығады. Мұнда оқушылардың жұмыстары көрсетіліп тұр. Яғни сонымен қатар бізде тілдік нормалар берілген, ол сөйлем мүшелері, яғни оқушылар өздерінің жазған шағын мақаласындағы синтаксис талдау жасай отырып, сөйлем мүшелеріне талдайды. Енді оқу мақсаттарында берілген мәтіндегі мәселені білім алушылар талдайды, оны негіз ойды анықтайды, оқылым және тыңдалым материалдар бойынша мәтіннің баяндау желісін сақтай отырып, әр бөлігінен алынған ақпараттарда жинақы мәтін жазып шығады. Міне өстіп дискриптор арқылы біз оқушылардың білімдерін әр кезеңде бағалап отырамыз. Яғни қорыта келе, өз ойымда қорыта келе, осы түрлі әдіс-тәсілдерді қазақ тілі сабағында пайдалана отырып, білім алушы өзінің әртүрлі форматта берілген мәтінмен жұмыс істей алу ептілігін, ақпаратты біріктіру мен ұғына білу дағдысын және сыни ойлау құзыретін көрсете біледі. Яғни функционалдық сауаттылық дегеніміз бұл оқушылардың алған білімдерін өз өмірлерінде қолдана білу және айтылым, оқылым, тыңдалым, жазылым дағдыларын қалыптастырамыз.